Баршаңызға сәлем достар, YouTube арнама қош келдіңіздер. Аш қарынға жеуге болмайтын өнімдерді ұсынатын боламын. YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Пайдалы таңғы ас адамға қуат береді және күні бойы сергек жүруіне көмектеседі. Бірақ кей өнімдерді аш қарынға жейтін болсаңыз, олар ас қорытуға зиянын тигізуі мүмкін. Бананның ағзаға пайдалы жеміс екенін білеміз. Алайда оны аш қарынға жейтін болсаңыз, оның құрамындағы магний мен калийдің көп мөлшері ағзадағы осы элементтердің тепе-теңдігін бұзып, нәтижесінде жүрек қан-тамырлар жүйесіне зиян келтіруі мүмкін. Егер бананды негізгі тамақтан соң жейтін болсаңыз, оның дәрумендері ағзаға жақсырақ сіңетін болады. Ащы тамақ өте ащы немесе құрамында дәмдеуіштері көп тамақты аш қарынға жесеңіз, қыжыл пайда болады немесе асқазан ауруы мүмкін. Бұл пияз бен сарымсаққа да қатысты. Сарымсақ асқазан шырынын тітіркендіретін аллициннің көзі болып табылады. Алайда мұндай ащы тағамдардан толықтай бас тартудың қажеті жоқ. Бастысы оларды аш қарынға жемесеңіз болды. Йогуртта сүт қышқылы көп. Олар сүйектерді қатайтуға және пайдалы бактериялардың көбеюіне ықпал етеді. Бос қарында асқазан қышқылының деңгейі өте жоғары. Бұндай уақытта йогурт жеу ондағы сүтті қышқылдардың толықтай тиімсіз болуына немесе жағымсыз қышқылдық рефлекске әкелуі мүмкін. Қызанақтар түрлі пайдалы элементтерге бай, сондай-ақ оның құрамында қышқылдар мен С дәруменінің көп мөлшері бар. Бұл заттар асқазандағы қышқылдықты көтереді. Оны жиі аш қарынға жеу жараның пайда болуына ықпал етуі мүмкін. Сондықтан таңғы асқа қызанақты салаттың бір ингредиенті ретінде пайдаланған дұрыс. Ішімдік. Егер ішімдікті аш қарынға ішетін болсаңыз, ол бірден қанға түседі. Бұл қантамырлардың кеңеюіне және артериялық қысымның түсуіне әкеледі. Аш қарынға ішімдік ішу кезінде тез масаю қаупі жоғары. Ұзақ уақыт аш қарынға алкогольдік ішуден жүрек, бауыр және бүйрек зақымдалуы мүмкін. Газдалған сусындар. Суға қосылған көмірқышқыл газы ағзаға зиян келтірмейді. Алайда көпіршіктер асқазан қышқылын көтереді. Сондықтан аш қарынға газдалған немесе минералды су ішетін болсаңыз, іш кебуі мүмкін. Алмұрт дәруменге және калийге бай, алайда оны таңғы асқа немесе аш қарынға жеуге мүлде болмайды. Сағызды көп шайнау кезінде гастриттің дамуына әкеледі. Сондай-ақ оны тойып тұрсаңыз да 10 минуттан артық шайнауға болмайды. Цитрусты және жаңа сығылған шырындар. Жаңа сығылған жемісті шырынның таңғы асқа ішу пайдалы деген пікір кең тарағанымен, оны аш қарынға ішу мүлде ұсынылмайды. Кофе. Таңды кофемен бастау кезінде кең тараған тәжірибе. Бұл ұйқыны ашатын оңай әдіс секілді көрінеді. Алайда оны аш қарынға ішу жоғары қышқылдыққа және қызылға әкелуі мүмкін. Достар, видео пайдалы болса арнама тіркеліп, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.